сізде ұрықтың жоқ болып кету қаупі өте жоғары. Өткен гормональный сізде уже баланс сбой кетіп жатыр. Кейін қазір сізде ұрық бар кезде қатырып қойыңыз. Қатырылған нәрсе тұра береді. Ол 50 жыл тұра ма, 20 жыл тұра ма, 100 жыл тұра ма, ол әр нәрсенің өзінің уақытысына емделу керек. Егер уақытысына емделмесеңіздер, кейін біз соны көрген кезде адамға айтамыз, сенде жоғалып кету қаупі бар, барда қатырып қой деп. Сәлем достар, бұл Ер денсаулығы жобасы және оның авторы Шырақ Байназар. Бүгін бізде қонақта уролог-андролог Арман мырза. Ұрықтың креконсервациясына тоқталсақ, ол қалай жасалады? Арнайы ыдысы бар. Арнайы ыдысқа ұрықты тапсырады. Арнайы ыдысқа ұрықты тапсырғаннан кейін ол лабораторияға жіберіледі. Лаборатория оны қарайды. Егер жаңағы бірінші біз дәрігерлер қараймыз. Егер жаңағы ұрықтың түсу қаупі төмен болатын болса, сол кезде біз айтамыз, сіз қазір сізде ұрықтың жоқ болып кету қаупі өте жоғары. Өткен гормональный сізде уже баланс сбой кетіп жатыр. Кейін қазір сізде ұрық бар кезде қатырып қойыңыз. Кейін сіз бір баламен шектеліп қалмайсыз, осы екінші баланы жоспарлайсыз, үшінші баланы жоспарлайсыз. Сіз қазір бірінші бала туғаннан кейін келіншегіңіз 2 қабат болса, ол ертең 2 жылдан кейін, 1 жылдан кейін сіздің ұрығыңыз қандай? Ол кезде жоқ болып кетсе, хоть бізде жерде запаста ұрығыңыз болады. Кейбір адамдар өзіндегі бар проблемаларын түсініп, алдын ала қатырып қояды. Ол қатырғаннан кейін ол қатырылған нәрсе тұра береді. Ол 50 жыл тұра ма, 20 жыл тұра ма, 100 жыл тұра ма, ол бір жақсы жері қатыруға ұрық жақсы бейімделген. Қандай адамдар өзінің ұрығын қатырып қойғаны жөн? Инфекциямен ауырған, ол жаңағы операция болған, допустим, мужской жағынан дейді ғой. Екіншіден жаңағы айтып кеткен нәрселер уақыт өте келе, неге біз айтамыз, әр нәрсенің өзінің уақытысына емделу керек. Егер уақытысына емделмесеңіздер, кейін жаңағы ұрықтың сапасы тек төмендеу несі көрсеткіші бойынша біз айтамыз. ФСГ деп айттым ғой, ФСГ деген фолликулостимулирующий гормон. Ол ұрықтың шығуына жауапты гормон болып саналады. Егер оның көрсеткіші норма болса, норма спермия болу керек. Ал егер ұрықтың сапасы төмен болатын болса, ағза уже әр адамның ағзасы соны сезеді. Сол кезде гормон ФСГ жоғарылайды, чтобы дұрыс жұмыс істеу үшін. Екеуінің арасында байланыс ажырайды. Сол кезде гормон жоғары болса, уже бізде болжам жасаймыз, значит, ұрық төмендейді деген сөз. Ол адам табиғатына солай заложен. Оны ешқалай да қанша гормонды түсірсек те, бұл ұрық ешқашан бөлінбейді. Өйткені ол организм сигнал береді, сен дұрыс жұмыртқа бөліп жатқан жоқсың ғой. Сол үшін мен саған гормонды жоғарылаттым дейді. Біз соны көрген кезде адамға айтамыз, сенде жоғалып кету қаупі бар, барда қатырып қой деп. Жалпы ер адамда жасы ұлғайған сайын ұрығының сапасы төмендей ме? Белсенділігі, сапасы? Әр кезде адам ағзасы қартайған сайын ұрықтың сапасы емес, жалпы ағзаның несі шашайды ғой. Төмендейді, функциясы төмендейді, басқасы төмендейді. Төмендеу мүмкіндігі өте жоғары. Жалпы ұрықты креконсервациялау процедурасы жалпы қанша тұрады? 20 мың теңге. Яғни кез келген азамат 20 мың теңгеге өзінің ұрығын қатырып қоялы мүмкіндігі бар. Көрсеткіші болса, қатырып қою мүмкіндігі бар. Тек көрсеткіші болса ма? Егер адамда ешқандай көрсеткіш болмаса, оны не үшін қатырады? Мысалы, ер адамда болса мұндай, мен қазір бала жоспарламаймын, бірақ бәлкім 10 жылдан кейін балам болған қалайтын шығарым деген сияқты, былай жоспарлы түрде. Өз еркімен келіп қатыруға болады. Және де оны банк спермада сақтау үшін ай сайын төлеп тұратын ақысы бар, иә? Ай сайын өзінің төленетін ақысы бар. Төлемі қанша жалпы? Ол жерде бізде жаңағы отдел бар, юрист, финансист отдел бар. Ол сол кісілерге барып, договорға қол қояды, что осындай, что по жаңағы
өз еркіммен қатырып қоямын деген уже бүкіл документация толтырып барып адамды біз жібереміз қатыруға. Ал ондай договорсыз ешқандай не болмайды. Кәдімгі банк сияқты ғой. Банкке барғаннан кейін қағаз толтырасыз ғой. Бұларды қағаз толтырады, қағаз толтырып болғаннан кейін келіп қатырады, болды. Ай сайын төлемі қанша? Мысалы, аренда дейміз ба? Ячейка ғой. Ячейканы 3000 теңге. 3000 теңге, ай сайын 3000 теңге беріп тұрады за сақтағаны үшін. Сақтағаны үшін. Ол жерде ол бір пробирка сақтаймы, 10 пробирка сақтаймы, бірақ ячейка біреу ғой. Оның біреуіне 3000 төлейді, онына да 3000 төлейді. Кейбіреулер көбінесе ойлайды, біреуіне 3000 төлесе, значит, онына қанша сонда 300 мың ба, сонда ондай емес. Олай емес. Ол онын сақтаса да сол 3000 төлейді. Бағасы бір. Сізді мазалайтын кез келген сұрақты пікірге жазып, маманнан дұрыс әрі толыққанды жауап ала аласыз. Ер денсаулығы жобасы сіздер үшін пайдалы әрі маңызды екеніне сенеміз. Сіздерден кері байланыс күтеміз. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар және де пікір қалдырыңыздар.